Мұқтаж отбасылар төтенше жағдай кезеңінде азық-түлік тұрмыстық жиынтықтар алады. Мемлекеттің бұл бағытта қолдауы жалғасуда. Қалалық жұмысқа тұру және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде хабарлағандай, бүгіндері рейдерде жиынтықтардың орнына компенсациялық төлемдер қарастырылып отыр. Ол үшін ешқайда жүгінудің керегі жоқ. Тізімдер нақтыланған. Ақшалай компенсацияны 2658 рейдерліктер алады. Төлемдер басталды. Алушылар жақын арадағы күндерде өз шоттарынан ақшаның түскенін көретін болады. В соответствии с приказом министра труда и социальной защиты. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің номер 118 бұйрығына сай, азаматтардың белгілі бір категорияларына азық-түліктердің жиынтықтарын беру ережелері дайындалды. Алайда, коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу үшін, тікелей байланыс болмау үшін компенсациялық төлем қарастырылды. Яғни, азық-түлік жиынтығы емес, 2 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі 5567 теңге көлеміндегі ақша келесі категорияларға беріледі. Атаулы әлеуметтік жәрдем алатын отбасылардың 6-дан 18 жасқа дейінгі балаларына, бірінші, екінші, үшінші топ мүгедектеріне, 16 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі балаларға, жұмысқа тұру органдарында тіркелген, яғни біздің жұмысқа тұру орталығымызда тіркелген жұмыссыздарға, және осы категорияға мүгедек бала өсіріп отырған азаматтар да кіреді. Азаматтарда өздерін осы тізімнен нақтылап біліп алу ниеттері болса, олар 44829 номеріне хабарласып біле алады. Бұл тізімдер үкімет азаматтар үшін мемлекеттік корпорациясынан алынған. Ол ай сайын осы шоттар бойынша төлем жасап отырады. Яғни алынған мәліметтер өзекті.